Алейкум, менің есімім Еспирген Рауан. Қысқаша алимент жөнінде кеңес беріп өтейін. Алиментті кәмелетке толмаған балаларды асырап бағуға төленетін қаражат. Ол ата-аналардың біреуінен алынады. Ол қай ата-анадан? Бірге тұрмайтын ата-анадан. Көбіне ол әкеден. Алиментті қалай өндіруге болады? Оны сотқа жүгініп, сот беру арқылы өндіруге болады, немесе тараптар өздері ата-аналар келіссе, келісім арқылы өндіруге болады. Бірінші жағдай көбіне бола бермейді. Яғни тараптардың келісімі. Ондай жағдайда сот бұйрығын шығару арқылы істеуге болады. Ол үшін не қажет? Сот бұйрығын шығару туралы алимент бойынша арыз, балалардың туу туралы куәлігі, олардың денсаулық туралы анықтамасы сөйтіп сотқа тапсырылады. 3 күннің ішінде сот бұйрығы шығарылады. Оны соттан сұрауға болады, немесе өзіңіз сот бұйрығын алып алғаннан кейін, оған күшіне енді деген мөр басылғаннан кейін атқару өндірісіне мәжбүрлі өндіруге апарып тапсыруға болады сот орындаушыға. Ол қиын жұмыс емес алимент өндіру. Жалпы алимент өндіретін жағдайда болмағанымыз дұрыс.